Балалар арасында анықланған онкологиялық һәм гематологиялық кеселіклерді емлеуде республикалық балалар көп тармақлы медицина орайы тарапынан нәтижелі жұмыслар алып барылып жатыр. Әсіресе олар үшін шөлкемлестірілген орай балалардың уақытын кеуілі һәм мазмұлы өткеру имканиятын беріп жатыр. Орайда балалар үшін қандай имканиятлар жаратылған, олардың сапалы білім алуы һәм тіл үйрену үшін қандай мүмкіншіліктер бар. Осы сұрауды көрегінде сюжет даярладық. Перзентлерінде күтілмегенде пайда болған гематологиялық һәм онкологиялық кеселіклердің бар екенлігі анықланған аналар бастан кешірген машақатларын біреуге рауа көрмейді. Бірақ балалардың саламатлығын тіклеу үшін жаратылған имканиятлар нәтижесінде бұл ауыр кеселіктен шипа тауып батырған балалар көпшілікті құрайды. Шипакер бақылауында болып, емлеу ілажыларынан толық өтіп, жақсы көрсеткішлер менен шипа тауып батырған балалардың жақылары менен сөйбетлесер екенбіз. Әрбір ата-ана кішкенелердің саламатлығы үшін ітібарсыз болмау керектігін айтады. Яғни үй шариатындағы дау жәнжелер, ярым таяр һәм газлы ішімдіктерді артығынан зият қабыл ету. Кеселенгенде шипакердің тексеруінен өтпестен тұрып, үй шариатында күшлі антибиотиклерді беру, осы кеселіклердің пайда болуына алып келмекте. Бүгінгі күнде Қарақалпақстанда 87 балада онкологиялық һәм гематологиялық кеселіклер анықланған болса, емлеу жұмысларының нәтижелі алып барылуы менен көрсеткішлер жылдан жылға жақсыланып жатыр. Бақша һәм мектеп жасындағы балалар үшін шөлкемлестірілген бұл орай олардың уақытын мазмұлы өткеру имканиятын бермекте. Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемгі һәм мектеп білімдендіру министрлігі қауендерлігі менен бұл жерде сабақлар шөлкемлестіріліп, мектепке қатынай алмай атырған балаларға сапалы білім беріп келатыр. Өз сауғалары менен де балаларды қуантуды әдетке айландырған. Кішкентай балаларымыз үшін мынандай кішкентай ойнайтын бөлімше ашылып берді. Біздерге мұғалімдер келіп білім береді, басқалардан қалмасын дейді. Жақсы оқытады мұғалімдер, көптеген сауғалар берді, һәммеміз қуанып жатырмыз. Әлбетте, ауыр кеселікпенен науқасланған балалардың саламатлығын тіклеуде һәм олардың кеуіл кейпиятын көтеруде орайда жаратылған қолайлықлар олардың ата-аналарында айрықша қуанышқа бөлеп жатыр. Şu yerде 9 aydan beri davalanıp durupmuz. Bize 50 kaladan Güldürsün kışlağından gelgenmiz. Şu doktorlarımıza evvelen ketteden kette rahmet aytaman. Bize perzentlerimizin üz ballarından eldin koyup bize üçün vaktini acıratıp ertelep gelip keşke 8-9'largacha bize üçün işlep yürüttüler. Rahmet ballarımız üçün ustazlarını berip koyuptular, acıratıp bizlere. Şunday narsalarni yaratып bergen üçün prezidentimiz hem kettekan rahmet. 2022 жылдан beri balam gematologiya bölümünde navhaslanıp emlenip keltiribmiz. Şifakorlarga, meyirbekerlarga rahmetimni aytaman. Gematologiya bölümüne arnalgan balalar oynaytın maydanchalar bari açılıp, balalarımızga kuch-quvvat, energiya berip, balalarımыздың жүзіне nur qosip, hammesine şaratlarımız yaratıp berip atırıptı. Rahmet. Qavenderlerimiz keldi, balalarımızды quvantып, aurularini jеңүүне kuch berip atırıptı. Rahmet aytaman осы qavenderlerimizге, hamda басқа осы жерде жұмыс жасайтынлардың бәріне. Әрбір бала мемлекетіміздің қамқорлығында, олардың саламатлығын тіклеу болса, ең ахметлі мәселе. Балалардың толық емленуі тек дәрі-дармақлар менен шекленіп қалмастан, осындай орайда қауендерлердің қаратып атырған ітібары да балалардың келешекке болған ұмтылысларын арттырып атырғаны хақиқат.